Баршаңызға сәлем. Бұл видеода 9-шы сабақ санның модулі тақырыбын бастаймыз. Санның модулі дегеніміз кез келген сан тік жақшада болатын болса, тік жақшаны алып тастаған кезде оң санмен шығады. Яғни модуль деген ол ара қашықтық немесе абсолют шама дегенді білдіреді. Міне қарап тұрсаңыздар, кез келген сан модуль ішінен оң сан болып шығады. 0 санының модулі өзіне тең, 0-ге тең. Енді бірден тапсырмаларды ашайық. Мұнда 315-те ауызша екен, берілген жазуды оқыңдар. -50 санның модулі, -50-дің модулі 50-ге тең деп айтамыз. 111-дің модулі 111-ге тең. -8,3-дің модулі 8,3-ге тең. -13-тен 2-ның модулі 13-тен 2-ге тең. 20-дан 7-ның модулі 20-дан 7-ге тең. -8,31-ден 5-дің модулі мынау қате. Жазуды оқыңдар деп қойған, бірақ өздері қате бергенде мынау қате плюс болады. -8,31-ден 5-дің модулі 8,31-ден 5. Ешқашан модуль жақшадан теріс сан шықпайды. Енді келесі тапсырманы орындайық. 316-шы тапсырма. 316-да әр қайсының модулін тап дейді. Жазып шығамыз барлығын. 316-шы есеп. Бірінші 38. 38 санының модулі жақшаның ішіне аламыз. 38-ге тең. -35-тен 6-ның модулі плюс 35-тен 6-ға тең. -406-ның модулі 406-ға тең. Ары қарай 0,123-дің модулі 0,123-ге тең. 3,28-ден 19-дің модулі 3,28-ден 19-ға тең. -7,41-ден 8-дің модулі 7,41-ден 8-ге тең. 4,158-дің модулі 4,158-ге тең. 900 санының модулі 900-ге тең болады. Осылай жазып шығамыз. Ары қарай жалғастырайық. 317-ші есеп. 317-де сандардың арасынан модулі 32 санына тең сандарды жазыңдар дейді. 317 деп қойайық. Біріншісінде 32-ге тең. 32 санының модулі 32-ның өзіне тең болады. Модуль жақшадан тек оң сан болып шығады. Ешқандай өзгешелігі жоқ. Бөлшек сандар енді бұлар бөлік сан екен белгілі. -32. -32 санының модулі плюс 32 санына тең болады. Ары қарай мына бөлшек сан, бөлшек, қалғандар бөлшек сандар екен. Болмайды. Енді келесі екінші тапсырмасында 2,15 болады. Енді қарайық. 2,8-ден 1 ондық бөлшекке айналдырсақ 2,125 болады. Мынау 1,-2,5 болады. -2,15-ті модуль жақшасына алатын болсақ, онда ол плюс 2,15 болып шығады. Мынау мүлде басқа сан, мынау басқа. Мынаны қарасақ, 2-ден 1 деген ол 0,15 деген сөз. Мынаны ондық бөлшекке айналдырсақ, -2,15-ті береді болды. Ендеше жазалам, -2,2-ден 1 модуль жақшаның ішінен 2,15 болып шығалады. Себебі мына сан 2,15 дегенді білдіреді. Ары қарай мынау мүлде бөлек сан, мынау да бөлек, мында бөлек, қалғаны бөлек. Енді келесі үшіншісінде 2,125 бағана айтқан мынау 2,8-ден 1 оны ондық бөлшекке айналдырсақ 2,125 береді. Ендеше бұның модуль жақшадағы мәні 2,125 деп алуға болады. Келесі тағы да ол сияқты мына өзі 2,8-ден 1 бар екен. Жай 2,8-ден 1. Мына 2 рет қайталанып тұр. Мынау минуспен алсақ та болады. Мына жер минус қоя салып, минус түсіп қалған сияқты. Егер минус болса да оң мәнмен шығады екен. Келесі төртіншісінде 0,375. Енді 0 бүтін дейтіндерді қараймыз. Барлық бүтіндер үлкен. 0 бүтін дейтін бұл жерде жоқ. 0,375 дейді.
0 бүтін бұл жерде жоқ. Барлығының бүтіндері 2, 1. Сондықтан бұл жерге жоқ дейміз. Төртіншісінде жоқ. Орысша кітабын ашып қарауға болады, бірақ та біздің мақсатымыз мағынасын түсіну ғой. Сондықтан мұндай сан, бұл тізімде 0 бүтін дейтін сан жоқ екенін көріп тұрмыз. Сондықтан жоқ деп жауап береміз. Ары қарай 318-ші есеп. 318-де нүктесін координаталар басына дейінгі қашықтықты тап дейді. Нүктесінен координаталар басына дейінгі қашықтық 318. А нүктесінің координатасы 5-ке тең. Оның координаталар басына дейінгі қашықтық, яғни О ара қашықтықты тап деген сөз. Координаталар басына дейінгі қашықтық нүктенің сол сан нүктенің координатасының модуліне тең деп айтқанбыз, онда 5-ке тең болады. Келесі, В нүктесінің координатасы -8-ге тең. Оның координата басы мен ара қашықтығы ендеше сол координатасының модулі болады 8-ге тең екен. Ары қарай С нүктесінің координатасы -15-тен 8. Оның координата бас нүктесі мен ара қашықтығы модуль ішіндегі координатасы болады. Модуль ішінен оң сан шығады, яғни ара қашықтық бізде теріс санмен өлшенбейді ғой. 15-тен 8 болады, Келесі Д нүктесі координатасы 6,4-ке тең. Ондай болса, ОД ара қашықтығының мәні 6,4-тің модулі 6,4-ке тең болады. Келесі F нүктесінің координатасы 9,8-ден 3. OF ара қашықтығының мәні 9,8-ден 3-тің модулі тең 9,8-ден 3-ке тең болады. Ары қарай жалғастырамыз. 319-ші есеп. 319-да есеп теңдер дейді, яғни өрнектер берілген, модуль жақшасымен берілген сандар арқылы жазамын. 319. Бірінші өрнек -200 модуль ішінде қосылған -76 модуль ішінде қосылған 23 тең болады. Модуль жақшадан оң сан шығады. Сонда 200 қосылған 76 қосылған 23 болады. Енді 76-ға 23-ті қосып алайық. Сонда 200 қосу 99, сонда мәні 299-ға тең болады. Келесі екінші өрнекті қарайық. Мұнда -343 модуль ішінде азайтылған модуль ішінде 299 қосылған модуль ішінде -88. Модуль жақшадан әрқашан оң сан шығады. Сонда 343 азайту, мынадан да оң сан шығады. 299 қосу, мұндан оң сан 88 шығады. Бірінші азайтып алайық, 4. Мұнда 3 қалды, 13-тен 9-ды алсақ, тағы да 444 қосу 88. 12 бір ойда, 12 ойдағымен 13 132 шығады. Келесі үшінші өрнекте. Модуль ішінде 901 қосылған модуль ішінде -252 азайтылған модуль ішінде -348. Оң сан шығады 901 қосылған 252 азайтылған 348. Мұнда қосып аламын. 3, 5, 11, 1153. Одан азайтамын 348. 13-тен 8-ді алсам 5, мұнда 4 қалды, 4-тен 4-ді алсам 0, 11-ден 3-ді алсам 8 болады, яғни 805 болады. Келесі төртіншісінде 116 модуль жақшаның ішінде қосылған -304 қосу -64. Оң сандар болып шығады. 116 қосылған 304 қосу 64 болады. Қосып аламын алдымен. 10 бір ойда, бір ойдағы мен 2, 4, 420. Оған енді 64-ті қосамын, сонда 484 шығады екен. Жалғастырамыз ары қарай 320-ші есеп. 320-да онда да есептеу керек, дәл осындай өрнектер. Тек онда ондық бөлшек сандармен, жай бөлшек сандармен берілген. Бірінші, -73,3 модуль жақшаның ішінде қосылған 9,124 модуль жақшаның ішінде азайтылған 23 модуль жақшаның ішінде. Енді модуль жақшаны алып тастағанда сан оң таңбаға ауысады. Яғни
73,3 қосу арасындағы таңбаларға тиіспейміз, сонда 9,24 жай ғана модуль жақшаларды алып тастаймыз. Енді мына жерде алдымен қосып алайық. 4 өзі түседі, 3-ке 2-ні қосқанда 5 болады, үтір, 73-ке 9 қосқанда 82 болады. Енді одан 23-ті азайтам, бүтіннен бүтінді азайтам, бөлшегінің өзін жазам, 54. Енді 82-ден 23-ті, сонда 9, 7 қалады, 7-ден 2-ні 5, 59 бүтін, 100-ден 54 шығады екен. Келесі екінші өрнек, минус 66,4 модуль жақшаның ішінде азайтылған минус 8,6 қосу жақша ішінде минус 23,2. Енді мұнда 66,4 болады, минус 8,6 қосу 23,2. Енді азайтып аламыз, 14-тен 6-ны алсақ 8, бүтір, мұнда 5 қалды, 15-тен 8-ті алсам 7, 5 қалады, сонда 57,8. Енді оған 23,2-ні қосам. 10 бір ойда, 10 ойдағымен 11, бір ойда, 7 ойдағымен 8, 81 бүтін шығады екен. Келесі үшінші өрнек, мұнда 3,375 модуль ішінде қосылған жақша модуль ішінде минус 5,625 минус 9. Модуль жақшадан оң сан 3,375 қосылған 5,625 минус 9 болып шығады. Енді мұнда бөлшек бөліктері бір бүтінді береді, 8 ойдағымен 9 болады. Сонда 9-дан 9-ды алсақ 0 шығады екен. Келесі төртінші өрнек. Мұнда 35,2 азайту модуль жақшаның ішінде минус 2,6-дан 5 қосу минус 29,30-дан 19. Тең болады. Мына жақшаларды аламыз. 35,2 азайтылған 2,6-дан 5 қосу 29,30-дан 19. Енді алдымен мына екеуін есептеп алайық. Жоқ, жарайды, былай есептеп алайық. 35,2, жазам 35,2 черновикке есептеп алайық. Бұл 2-ге қысқартқанда 35,5-тен 1 деген сөз. Енді осыдан 2,6-тан 5-ті азайтам. Ортақ бөлім 30, мынаған 6-дан, мұнда 5-тен беремін. Сонда 35-тен 2-ні алсам 33 бүтін, 30-дан 6 азайту, мұнда 25, азайтылмайды, 1 бүтінін беремін. Сонда 32 бүтін қалады, 30-дан 36-тан 25-ті азайтсақ 11. Осы шығады. Жазайын 32 бүтін, 30-дан 11 шықты. Енді одан болған қосам мұнан 29 бүтін, 30-дан 19-ті қосам. Енді бұл жерде бөлшек бөлігін қарасақ, 30-дан 11-ге 19 қосақ, 30-дан 30 деген ол 1 бүтінді береді. Ендеше 32-ге 29-ті қосқан кезде 61, ойдағымен сонда 62 болады, мұндағы 1 бүтінмен. Келесі 321 есеп шығарайық, онда да есептеуге берілген өрнек. 321. Ашып алайық. Мұнда енді көбейту мен бөлуге берілген екен. Арасындағы амал бізге маңызды емес, біз тік жақшаны алып тастаған кезде оң сан болып шығатындығын ескерсек болды. Қалған амалдардың барлығы бұрынғы біз шығарып жүрген сияқты. 345 бөлу модуль ішінде минус 69. Енді бөлуді орындаймыз, 345-ті минус 69-ға бөлеміз. 345 бөлу модуль жақшадан 69 болып шығады. Енді қарапайым бөлу, бұл жерде тура 5-тен береміз, 5 бүтін шығады. Келесі екінші өрнекте. Минус 0,101 модуль жақшаның ішінде. Көбейтілген 33 модуль жақшаның ішінде. Модульдан оң сан шығады, 0,101 көбейту 33. 0,101-ді 33-ке көбейткенде 3, 0, 3, қосамыз 3, 0, 3. 3, 3, 3, 3. Мұнда өтірден кейін 3 орын, 1, 2, 3 өтір қоямыз. 3,333 шығады екен. Келесі ары қарай шығарайық, үшіншісінде. Минус
81-ден 40 модуль жақшаның ішінде көбейтілген минус 55-тен 27. Мұнда 81-ден 40 көбейтілген 55-тен 27 шығады. Енді осы жерде қысқарта берсек болады. 5-ке қысқартсақ 8, мұнда 11 болады. 3-ке қысқартсам 9, 9-ға қысқартсам 3, мұнда 9 болады. Тағы да 3-ке қысқартам 1, мұнда 3 қалады. Енді бөлімінде сонда 11 көбейтілген 3 33, алымында 8 шығады. 33-тен 8 болады екен. Келесі 4-ші 125 бөлу 169 модуль ішінде бөлінген минус 26-дан 25 модуль ішінде. Сонда 169-дан 125 модуль жақшаны ашып алайық, алдымен 26-дан 25 шығады. Енді бірінші бөлшектің өзін жазамыз. Көбейтеміз кері бөлшекке 25-тен 26-ға. 25-ке қысқартам 1, мұнда 5 болады. 169, 26, екеуі де 13-ке бөлінеді, мұнда 2 қалады, мұнда 13 болады. Енді сонда бөлімі 13, алымы 10, 13-тен 10 шығады екен. Келесі 5-ші өрнекте. Минус 3,8 модуль жақшаның ішінде көбейтілген модуль жақшаның ішінде минус 57-ден 5. Мұнда оң сан 3,8 шығады, көбейтілген 57-ден 5. Мынаны 10-нан 38 деп жазып алайық. Көбейту 57-ден 5. Бұл жерде мынаны 19-ға бөлінеді көрттім, мынаны 19-ға бөлінеді, сонда мұнда 2, мұнда 3 қалады. 5-ке бөлінеді 1, мұнда 2 болады. 2 мен 2 қысқарып кетеді, сонда 3-тен 1 шығады екен. Келесі 6-шысында минус 93-тен 35 модуль ішінде бөлу модуль жақшаның ішінде минус 3,72. Модуль жақшаны ашып алайық, алдымен 93-тен 35 болады. Бөлу 3,72. Енді мұнан 93-тен 35 бөлу 100-ден 372 деп жазып аламыз. Сонда 93-тен 35 көбейтілген 372-ден 100 болады. Енді бұл жерде бөлу амалы болып тұр ғой. 7-ге де қысқармайды, 5-ке де қысқармайды, 93-ке де қысқармайды. Бұл жерде сәл қате кеткендей, мына жерде минус бөлу емес, көбейту болу керек сияқты. Себебі өте ыңғайсыз жаман сан шығады қазір бізде. Енді қысқармаса қысқармай қалдырамыз. 2-ге болады қысқартуға, мынаны 2-ге қысқартқанда 50, мынаны 2-ге қысқартқанда 18 686. Тағы да 2-ге қысқартуға болады екен, мұнда 25, мұнда 93 болады. Енді 93-ті 93-ке көбейтеміз. Мұнда көрдіңіздер ме, егер мына жер көбейту болғанда, әдемі қысқарып кететін еді, жауап жақсы шығатын еді. Бұл жерде баспадан қате сияқты. Осындай күрделі есеп. Әдемі емес сандармен қалдырамыз жауабын ендеше. 875 болып мұнда. Енді бөлімін көбейтіп жазамын. 93-ке көбейтемін. 9, 27, 27, x ойда 81, ойдағы 283. 9, 14, 6, 80, 8649-дан 875 шығады екен, осылай қалдырамыз. Осы есеппен аяқтайық, жалғасын міндетті түрде келесі видеода талдап салатын боламын, сондықтан каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.